Ержан Серікбаев Шекербек атамен балағыз ананың шаңырағындағы үшінші ұлы. Екі ұлдан кейін қыз болса екен деп армандаған анасының көңілін жұбатып, дарынды перзент дүниеге келді. Бұл 68 жылғы бала, бұны қыз туам деп, қанша әрекет қылып, қыз болсын деп жүргенімде ұл боп шықты айналайын. Содан шығарып алам десе, аты жоқ, атын қоймасаң шығармайым дейді докторлар. Сонымен қасында бір жолдасы бар екен. Неге барып, не қоямыз енді дейді жаңағы. Ат жоқ, не істейміз? Жоқ, абзал қояйық дейді ана қасындағысы. Сонымен абзал қойып метірген алып келеді. Метірген әкелгесі мені шығарды. Сонымен үйге бардық. Үйге барғасын 2-3 күннен кейін бесікке салатын болдық. Бесікке салатын болсын кемпірлерді шақырып, енді аты абзал болмайды, атын Ержан қоямыз деді. Ана Нұржан дегенім бар. Нұржанға ұйқастырып Ержан қоямыз деді. Сонымен құлағына айқайлап Ержан деп, Ержан болсын, атың Ержан болсын деп айқайлап Ержан қойды. Ол құжатта абзал атанғанындай өмірде де абзал жан еді. Оның кішіпейілділігі көзінен көрініп тұратын. Бала күннен тіл алғыш, тірлікке тастай болды. Айналама тек пайдалы ісім тисе деген ілтипаты үнемі реңінен білініп тұратын дейді.